ағылшын пәнінен жерлік олимпиадаға бірінші рет қатысуым. Мен ойымша, осы кезеңде мектепшілік кезеңге қарағанда жауапкершілік әлдеқайда көбірек. Тарих менің өмірімде ерекше орын алады. Өткені тарихқа менің қызығушылығым бала кезімнен оянған. Мені атам әртүрлі оқиғаларды айтып, осы тарихқа қызықтырған. Содан бері мен тарихқа деген құлшынысым оянып, жылдан жылға тек артуда. Я считаю, что опыт олимпиады довольно-таки интересный, особенно то, что задания были нового уровня, я получил какой-то новый опыт, новые знания. Осы жылы физикадан желілік олимпиадаға бірінші рет қатысып отырмын. Бұған дейін олимпиада басталмас бұрын, осы олимпиадаға бірнеше апта бойы интенсивті түрде күніне 5-6 сағаттан шамамен тренермен дайындалған болатынбыз. Олимпиаданың өзіне келетін болсақ, есептері қатты күрделі болған жоқ. Оның арасында қызықты да есептер болды, кейбіреулері. Егер осы олимпиададан өтіп жатсам, келесі республикалық турға өтуге мүмкіндік аламын. Сондықтан осы олимпиададан күтетін үмітім зор. Екінші жыл қатарынан қатысып жатырмын. Жарыстан кейінгі эмоциямды айтатын болсам, былтырғы жылмен салыстырғанда оңайырақ болды. Себебі тәжірибе жинақталғандықтан алаңдаушылық та аз болды да, өзім мойнын жинақтап, алған білімді дұрыс жақсы көрсете алдым. Маған негізі жалпы химияның алуан түрлілігі ұнайды. жылғы желілік олимпиадаға биылғы жылы химия кафедрасынан 4 оқушы қатысып отыр. Жалпы соңғы жылдары химия кафедрасындағы олимпиаданың жүлдегерлерінің көрсеткіштері өте жақсы. Вот этот вот процесс именно олимпиадной подготовки, быть в классе, находиться там с ребятами, обсуждать что-то, там дискуссии какие-то вести, ставить его в приоритете, не результаты, а именно его в приоритете, потому что большей части важных каких-то жизненных уроков, каких-то скиллов, они научатся именно в процессе подготовки. Олимпиада проходит в стенах школы НИШ-IB, где участвуют ученики данной школы. Дети подготовлены, учителя подготовлены. Олимпиада проходит по всем правилам, которые должны быть соблюдены. Құрметті телекөрермендер, пәндік олимпиада қатысушылары. Бүгін ғылыми білімдерді насихаттау және оқушылардың дағдыларын дамыту мен дарынды балаларды анықтау мақсатында өткен республикалық олимпиаданың желілік кезеңі өз мәресіне жетті. Желілік олимпиаданың жабылуы мен марапаттау салтанатына қош келдіңіздер! Уважаемые друзья, мы приветствуем вас на церемонии награждения сетевого этапа Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам. Напоминаем, на олимпиаде участвовали призеры и победители школьного этапа олимпиады согласно квоте, а также призеры и победители Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам. Еңбек бәрін жеңбек демекші, оқушыны ұқыптылық пен еңбекке баулу олимпиаданың негізгі бір мақсаты. Сегодня мы выражаем благодарность наставникам, учителям, чей труд и профессионализм не позволяют школьникам стоять на месте, а двигаться только вперед. Дұрыс айтасың, Мадина. Біз үшін әрбір бала тұлға. Сол баланың тұлғалық қабілетінің ашылуында ұлағатты ұстаздардың алатын орны айрықша. Сондықтан қашанда ұстаз мәртебесі арта берсін. Желілік олимпиадада төрелік ететін құрметті әділқазы мүшелеріне назар салайық. Сайыс негізінен 2 турдан өтеді. Оның ішіне бірінші теориялық тур болды, және де екінші тур ол практикалық тур болды. Егер де мына өзіміздің география пәніне келетін болсақ, әрине бұл география пәнінде 84 бала қатысты. Олимпиадаға қатысу ол оқушылардың жалпы білімге деген көзқарасын,
мысалы биология мамандығын алатын болсақ, болашақ биологтарды даярлауда бұл олимпиаданың көмегі өте зор. Олимпиада сияқты білім сайысында әрине бұл бірінші пәндік білім, екінші берілген мәселеге шынайы және нақты жауап беру, тек пәндік біліммен ғана шектелмей, қосымша болуы мүмкін ықтимал мәселелердің шешімін таба білу. Әрине қазылар алқасы болғаннан кейін міндетті түрде әрбір баланың берген жауаптарына шынайылық, нақтылық, академиялық адалдықты ұстай отыра, әрбір баланың берген жауабын нақты бағалай білу. Пәндік олимпиада ғылымға бастар жол. 21 ғасыр білім мен ғылым ғасыры. Заман талабына сай, бәсекеге қабілетті, ұлттық құндылықтың туын биік ұстайтын жас ұрпақты тәрбиелеу маңызды міндет. Бүгінгі білім сайысында әрбір оқушының білім деңгейлері таразыланып, 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар шығады дегендей, олимпиада жүлдегерлері анықталады. Олай болса, марапаттау рәсіміне көңіл бөлейік. Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың желілік кезеңі. Информатика пәні 3-ші орын, 9-шы сынып. Информатика 2-ші орын, 9-шы сынып. Информатика 1-ші орын, 9-шы сынып. Информатика 3-ші орын, 10-шы сынып. Информатика 2-ші орын, 10-шы сынып. Информатика 1-ші орын, 10-шы сынып. Информатика 3-ші орын, 11-ші, 12-ші сынып. Информатика 2-ші орын, 11-ші, 12-ші сынып. Информатика 1-ші орын, 11-ші, 12-ші сынып. Барлық жүлдегерлерді құттықтаймыз. Химия пәні бойынша 3-ші орын, 9-ші сынып. Химия 2-ші орын, 9-ші сынып. Химия 1-ші орын, 9-ші сынып. Химия 3-ші орын, 10-ші сынып. Химия 2-ші орын, 10-ші сынып. Химия 1-ші орын, 10-ші сынып. Химия 3-ші орын, 11-ші, 12-ші сынып. Химия 2-ші орын, 11-ші, 12-ші сынып. Химия 1-ші орын, 11-ші, 12-ші сынып. Барлық жеңімпаздарды құттықтаймыз. Биология пәні бойынша 3-ші орын, 9-ші сынып. Биология 2-ші орын, 9-ші сынып. Биология 1-ші орын, 9-ші сынып. Биология 3-ші орын, 10-ші сынып. Биология 2-ші орын, 10-ші сынып. Биология 1-ші орын, 10-ші сынып. Биология 3-ші орын, 11-ші, 12-ші сынып. Биология 2-ші орын, 11-ші, 12-ші сынып. Биология 1-ші орын, 12-ші, 11-ші сынып. Барлық жеңімпаздарды құттықтаймыз. Физика пәні бойынша 3-ші орын, 9-ші сынып. Физика 2-ші орын, 9-ші сынып. Физика 1-ші орын, 9-ші сынып. Физика 3-ші орын, 10-ші сынып. Физика 2-ші орын, 10-ші сынып. Физика 1-ші орын, 10-ші сынып.
Физика 3-ші орын 11-ші 12-ші сынып. Физика 2-ші орын 11-ші 12-ші сынып. Физика 1-ші орын 11-ші 12-ші сынып. Барлық жеңімпаздарды құттықтаймыз. География пәні бойынша 3-ші орын 9-ші сынып. География 2-ші орын 9-ші сынып. География 1-ші орын 9-ші сынып. География 3-ші орын 10-ші сынып. География 2-ші орын 10-ші сынып. География 1-ші орын 10-ші сынып. География 3-ші орын 11-ші 12-ші сынып. География 2-ші орын 11-ші 12-ші сынып. География 1-ші орын 11-ші 12-ші сынып. Барлық жеңімпаздарды құттықтаймыз. Математика пәні бойынша 3-ші орын 9-ші сынып. Математика 2-ші орын 9-ші сынып. Математика 1-ші орын 9-ші сынып. Математика 3-ші орын 10-ші сынып. Математика 2-ші орын 10-ші сынып. Математика 1-ші орын 10-ші сынып. Математика 3-ші орын 11-ші 12-ші сынып. Математика 2-ші орын 11-ші 12-ші сынып. Математика 1-ші орын 11-ші 12-ші сынып. Барлық жүлдегерлерді құттықтаймыз. Құқық негіздері пәндері бойынша 3-ші орын 10-ші сынып. Құқық негіздері 2-ші орын 10-ші сынып. Құқық негіздері 1-ші орын 10-ші сынып. Құқық негіздері 3-ші орын 11-ші сынып. Құқық негіздері 2-ші орын 10-ші сынып. Құқық негіздері 1-ші орын 11-ші сынып. Барлық жеңімпаздарды құттықтаймыз. Орыс тілі және әдебиеті пәні бойынша 3-ші орын 9-шы 10-шы сынып. Орыс тілі және әдебиеті пәні бойынша 2-ші орын 9-шы 10-шы сынып. Орыс тілі және әдебиеті 1-ші орын 9-шы 10-шы сынып. Орыс тілі және әдебиеті 3-ші орын 11-ші 12-ші сынып. Орыс тілі және әдебиеті 2-ші орын 11-ші 12-ші сынып. Орыс тілі және әдебиеті 1-ші орын 11-ші 12-ші сынып. Барлық жеңімпаздарды құттықтаймыз. Француз тілі бойынша 1-ші орын 9-ші 10-ші сынып. Француз тілі 1-ші орын 11-ші 12-ші сынып. Неміс тілі 3-ші орын 9-ші 10-шы сынып. Неміс тілі 3-ші орын 11-ші 12-ші сынып. Неміс тілі 2-ші орын 11-ші 12-ші сынып. Неміс тілі 1-ші орын 11-ші 12-ші сынып. Барлық жеңімпаздарды құттықтаймыз. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 3-ші орын 10-шы сынып. Қазақ тілі мен әдебиеті 2-ші орын 10-шы сынып.
Қазақ тілі мен әдебиеті 1-ші орын 10-шы сынып. Қазақ тілі мен әдебиеті 3-ші орын 11-ші сынып. Қазақ тілі мен әдебиеті 2-ші орын 11-ші сынып. Қазақ тілі мен әдебиеті 1-ші орын 11-ші сынып. Қазақ тілі орыс мектебінде 3-ші орын 10-шы сынып. Қазақ тілі орыс мектебінде 2-ші орын 10-шы сынып. Қазақ тілі орыс мектебінде 1-ші орын 10-шы сынып. Қазақ тілі орыс мектебінде 3-ші орын 11-ші сынып. Қазақ тілі орыс мектебінде 2-ші орын 11-ші сынып. Қазақ тілі орыс мектебінде 1-ші орын 11-ші сынып. Барлық жеңімпаздарды құттықтаймыз. Қазақстан тарихы бойынша 3-ші орын 10-шы сынып. Қазақстан тарихы 2-ші орын 10-шы сынып. Қазақстан тарихы 1-ші орын 10-шы сынып. Қазақстан тарихы 3-ші орын 11-ші сынып. Қазақстан тарихы 2-ші орын 11-ші сынып. Қазақстан тарихы 1-ші орын 11-ші сынып. Барлық жеңімпаздарды құттықтаймыз. Орыс тілі қазақ мектебінде 3-ші орын 10-шы сынып. Орыс тілі қазақ мектебінде 2-ші орын 10-шы сынып. Орыс тілі қазақ мектебінде 1-ші орын 10-шы сынып. Орыс тілі қазақ мектебінде 3-ші орын 11-ші сынып. Орыс тілі қазақ мектебінде 2-ші орын 11-ші 12-ші сынып. Орыс тілі қазақ мектебінде 1-ші орын 11-ші 12-ші сынып. Барлықтарыңызды құттықтаймыз. Ағылшын тілі пәні бойынша 3-ші орын 9-ші 10-ші сынып. Ағылшын тілі 2-ші орын 9-ші 10-ші сынып. Ағылшын тілі 1-ші орын 9-ші 10-ші сынып. Ағылшын тілі 3-ші орын 11-ші 12-ші сынып. Ағылшын тілі 2-ші орын 11-ші 12-ші сынып. Ағылшын тілі 1-ші орын 11-ші 12-ші сынып. Барлық жеңімпаздарды шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті достар, жалпы білім беретін пәндер бойынша Республикалық олимпиаданың желілік кезеңін қорытындылауға арналған салтанатты жиынын жабық деп жариялаймыз. Сіздерге толағай табыстар мен сәттілік тілейміз. Бұл күндер жадыңызда қалып, одан әрі өсіп-өркендеуіңізге негіз болсын. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с достигнутыми успехами. Желаем вам всего самого доброго, удачи, крепкого здоровья, творческих успехов, новых дел и новых открытий. Мы надеемся, что не иссякнет ваше желание упорно трудиться, творить и побеждать. Мы поздравляем всех, гордимся вами, радуемся вашим успехам и победам! Басталғанда жаңа ғасыр өткені, Бір жырғанда жастығымның көктемі, біздер үшін айқарашты есігі. елбасының зияткерлік мектебі. Өсе берсін мектебімнің
етін ғылым білім желкені. Қанат қаққан өркениет өріне, біз боламыз еркін елдің ертеңі. Білімнің жарына, ғылымның тонығы, тәуелсіз елімнің тұғыры. Білімнің бесігі, ғылымның есігі, ғылымға жетуде қазақтың есімі елбасы мектебі. Көкжиекке қол ашты кең жазайын, ғылым іздеп білім кенін қазайын. Назарбаев